Ассаламу алейкум достар. Бүгін мен сіздерге кітап оқудағы лайфхактармен бөлісемін. Ең бірінші нәрсе бұл екі түрлі кітап таңдап алуыңыз қажет. Яғни өзіңіз күнделікті оқуға екі түрлі кітап таңдап аласыз. Және екіншіден, олардың ішіне қай бетке келдіңіз, сол бойынша белгілеп отыратын мынадай сатып алсаңыздар болады, бет белгі. Міне, мынадай. Мынау магнит. Магнит бірден жабысып қалады. Осылай бетбелгі қойып жүрсеңіздер болады. Сосын ішінде маңызды нәрселерді өзіңіз белгілеңіз келсе, маңызды сөздерді белгілеу үшін мынадай маркер сатып аласыз. Бұл маркердің бір ерекшелігі кітаптың ар жағына өтіп кетпейді. Көрдіңіздер ғой, жаңағыдай жұқа жазылады, кәдімгідей. Жұқа етіп жазылады. Және үшінші нәрсе, тағы да өте қатты маңызды ақпараттар болса, мынадай жазудың үстіне жабыстыратын стикерлер бар. Және төртінші нәрсе, бұл блокнот арнау. Яғни мына жақтан түйген ең маңызды ойларды мынадай блокнотқа жазып жүресіз. Және де бұл блокнотта өзіңіздің естіген подкасттарыңызды да жазуға болады. Сонымен қатар кітаптар оқыған кездегі ең маңызды ақпараттарды жазып жүрсеңіз, кез келген жерде өзіңіз бір пайдалы ақпарат бөлісуге сізде жинақ тұратын сіздің деректеріңіз болып саналады. Жалпы осындай лайфхактар бар.